Сәлеметсіздер, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге арнап өзімнің Клаш-оф-кланстағы ойындағы жаңа обновленияларды түсіргім келді. Жаңа обновленияларға қарағанда бізге 2 юнит қосылды және де бір заклинание. Бірақ мен фабрика заклинанияны ашпаған үшін мен оны қазір көрсете алмаймын, обзор жасай алмаймын. 2 жаңа юнит бұл дракончик және де шахтер. Бұлар мен әлі ашқан жоқпын, себебі дракончик қателеспесем қай ратушада ашылады білмеймін, бірақ жаңағы шахтер 10-шы ратушадан басталып ашылады. Бұл дракончик бір жағынан Clash Royale ойыннан қайталап алынған, себебі біз бұны Clash Royale ойында күнделікті көріп жүрік. Бұл өте жақсы ойын және де читерский юнит десе де болады, себебі бұл фармды көп алады және де өзі жалғыз жүргенде ярс қосылады. Ярс шығады және де көптеген способностьтер бар. Және де тағы да бір юнит, ол шахтер. Шахтер өте читерский юнитқа жатады, себебі ол жердің астынан қазып өтеді. Ал жердің астынан қазғанда оған қарсы ловушкалар әлі де шыққан жоқ. Соның арқасында шахтер өте читерский де бола алады. Фармды да жақсы жасауға болады. Ал кейін мен 10-шы ратушаға жеткенде шахтер мен жаңағы дракончикқа обзор жасай аламын. Кейін бірақ ол. Жарайды, сау болыңыздар, лайк басып подписаться етіңіздер. Амандықта жүздескенше.